саламатсызбы? Менин есім Рошан болот. Жасым 25-те. Қазір декреттегі анамын. Одан алдымен ауруханада жұмыс істеймін медбике болып. Күйеуім тоже қалада жұмыс істейді. Компанияда торговый представитель болып. Осы менің бірінші балам. Бірінші балам 10 айлық. Жүктілік негізі кішкене менде сложный болған. Ауырдым. Бірінші баламда жүктілік кезінде кішкене туғанда да әлсіздеу болды. Босанған кезде де сложный болды. Бірінші балам болғандықтан көп қорқатынмын. Қалай босанамын, жүктілік кезінде қалай болады. Кішкене грипп болып ауырған екен де, почкаден де болған екен, өзім де кішкене ауырған екен. Балада кішкене ауырған екен, гемоглобин төмен болды туылған кезде. Кішкене не болды, басымызда гипоксия, гематома болды туған кезде. Кішкене не болды, өзім қорқып та қалдым, босанғаннан кейін бірінші болғаннан кейін. Біз басымызда гипоксия болғаннан кейін кішкене 2 айлық кезінде уже аллергия басталды. Неден екенін білмейміз. Өзім де диета сақтап көрдім, бірақ болмады. Диета сақтағанмен маған фрукты жеме деді, фрукты жемедім, тәттіден жатқа жасадым. Одан кейін жасағаннан кейін неге де бардық, дерматологқа да барып көрдік, 2-3 рет көрдік барып. Дерматологқа барғаннан кейін олар бізге айтты, аллергический дерматит деді бізге. Одан кейін бөртіп шық, фенистилмен де емдеді, олардың лечениесінде қабылдадық. Үстім прям қатты бөртіп кететін. Одан кейін мен өзім екіқабат кезінде ойлап жүретін, доромаринді берсем деп, витаминді көп жерден көретін, инстаграмнан, неден, асыларына, телеарнасынан. Сол кезде көрген кезде, сол кезде басыма келді да, звондадым. Сол кезде бізге бәрі ақпаратты түсіндірді, неге полезный екенін, гипоксияға да, аллергияға да, анемияға да, иммунитетті де көтереді деп, неше түрлі дәрілік негеден жасалған табиғи нелерден, таулардан алынған өсімдіктерден. Одан кейін біз ертесіне уже заказ бердім де алдым, толық лечение алдық біз. Сол кезде өзімізге бір дәрігер тағайындады сол жерден. Дозировкасын айтып отырды, бізде күнде звондап бақылап отырды. Қалай, нормально ма деп. Бізге педиатр Гүлстан ханым болды. Ол кісі жақсы түсіндірді, бізге қалай беретін, қалай әсер ететін. Өзімде де кішкене нелер болады, ұшқатулар, родтан кейін. Ол кісі өзімен де тағайындады, ішуіңе болады деп. Содан кейін ақырындап болды, біз неше ай іштік оны, 4 ай ма іштік. Лечениесін алып, бәрін болған екен. Қазір үстінде ешқандай аллергия жоқ, ешқандай не жоқ, дәрі де бермеймін, фенистил де бермеймін. Өзімдікі де нормально болды. Бала активна, бұрын тіс шыққан кезде температура болушы еді. Қазір доромаринді берген екен, температура тіс шыққанда онша білінбейді, температура болмайды, іш өтпейді баланы. Ақырында чуть-чуть мазасы болады, бірақ қатты емес. Нормально тісі активно болып шығылады. 9 тісіміз бар, 10 айлық болып. Бәрі жақсы, сол доромарин арқасында жақсы болып қалды баламыз. Гемоглобиніміз де кішкене көтерілді. Аллергиясы, бөртулер кетті. Ең бастысы сол қуанғаным сол болды. Үстінде прям қатты бөртіп кететін. Қып-қызыл денесі прям қызыл болып, өзім шошып кететін. Қанына сіңіп кете ма, аллергический реакция болып, шок бола ма деп. Жоқ, одан емес, нормально болды. Таңертең кешкісін беріп жүрдім, өзім дозировкасымен. Басында үйрене алмай жүретін, бірақ оны да өзі ішетін болды, ақырында қасықтап. Құрбым ішіп заказ берейін деп жатыр. Шымкентте ол бірақ. Тоже алыпты, консультация алыпты. Күшті дедім, өзім гарантия беремін дедім несіне. Качествосы жақсы өнім. Сразу эффект болмайды, ақырындап білінеді да. Сразу болмайды, ақырындап, бірақ шығарады соны. Жақсы нәтиже берді бізге, білмеймін. Сол құрбыма да айттым, кеңес бердім. Жақсы болды ол да. Оларда заказ береміз деп, пока бірінші несін береміз деп. Одан кейін ақырындап деп. Иә. Біз туылғалы дәрі ішетінбіз. Туылғалы гипоксия болған екен, бас қысылған екен, картан сондайлар беретінбіз. Одан кейін доромарин берген кейін уже дәрілерді қоя бастадық.
ақырында жөтелсе де кішкене дозировкасын көбейтемін да, Гүлстан ханым айтатын, жөтелсе көбірек бере беріңіз, 3 мезгіл беріңіз деп. 3 мезгіл беретін дәрілерді. Дәрі емес, дорамаринді 3 мезгіл беретін. Дәріні қазір пока қолданбаймыз. Енді ауырса ғана қолдансақ температурада. Дорамарин жоқ болған кейін дәріге қайтадан температурада көштік. Былай оған дерт жоқ болатын бізде. Осы дорамарин қолданғалы бізде жақсы нәтиже болды. Осы дорамарин істейтін ұжымға өте үлкен көп рахмет айтқым келеді. Және Гүлстан ханымға, оның ішінде әсіресе біздің жағдайымызды біліп, дорамарин туралы барынша көп ақпарат бергеніне рахмет айтам. Және жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жұмыстарыңыз берекелі болсын. Сіздерге Алла разы болсын. Бізге бар көмектеріңізді аямағандарыңызға рахмет. Ал жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Рахмет сіздерге.